Баршаңызға сәлем. Осындай әдемі, өте жұмсақ, ауызда еритін пирог жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен сары майды ертіп аламыз, оған қант, ванильді қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның сары уызын ақуызынан ажыратып, ақуызын салқын жерге алып қоямыз. Енді сары уызды салып, жақсылап араластырамыз. 20% қаймақ қосамыз. Енді ұнымызға бір қасық қопсытқыш салып, еліктен өткізе отырып, жақсылап араластырамыз. Осындай қамыр болу керек. Енді салқын жерде тұрған ақуызды алып, оған кішкене тұз, қант қосып, 5-7 минут миксерлейміз. Қуыз осындай әппақ, венчиктен түспейтіндей консистенцияда болу қажет. Енді жаңа қамырымызды ақуызбен қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Форманың диаметрі менде 26 см. Пергамент қағазын міндетті түрде саламыз. Енді қамырды формаға орналастырамыз. Орташа көлемде 4-5 алманы алып, дәнегінен тазалаймыз. Әрқайсысын видеодағыдай турап шығамыз. Енді қамырдың үстіне барлық алмаларды қойып шығамыз. Соңында бетіне қант, қалауыңызша корица сеуіп қойсаңыз болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Толықтай суыған соң формадан алып, қант ұнтағын сепсеңіз де керемет болады. Алмадан жасалған пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, тамаша болып шығады. Өте жұмсақ, ауызда еритін пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Сізбен болған Айман Мусилова. Каналға тіркеліп, лайк басуға ұмытпаңыздар.